Әулие Валентин күнін тойлауға бола ма? Кейбір елдерде 14 ақпанда тойлап өтетін махаббат күнінің ислам діндегі үкімі қандай? Мұсылман ғұламалары оған рұқсат береді ме, әлде рұқсат емес пе? Қай елдерде әулие Валентин күнін тойлауға тыйым салынды? Бұл күндерді тойлауға Құран мен сүннеттен негіз бар ма? Бүгінгі таңда сүйгенім, сүйген жарым, ғашығым сөздері шариғатқа қайшы махаббат сезімін білдіреді. Бұған шариғатта қатаң тыйым салынған. Шариғатта тыйым салынған нәрсе тойланбау керек. Шариғат тарасына салынып діни шектеулерден шықпаған дәстүрлі мейрамдарды тойлауға рұқсат бар. Алайда діни шектеулерден тыс шығатын мейрамдардың барлығын атап өтуге қатаң тыйым салынған. Яғни, біздің дінімізде некесіз ғашықтардың болуына жол жоқ. Төменде айтылатын христиандық оқиға бойынша әулие Валентин күні жастардың дін қызметкерлері арқылы кездесу және дін қызметшінің өліміне әулие Валентин қатысты аталып өтетін болды. Оған қоса бұл күн олардың, яғни христиан діннің мерекесі болып бекітілді, ал олардың тойларын бізге тойлап өту одан да қауіптірек болады. Имай Табарани ибн Омардан, радиаллаху анх, Аллах елшісінің айтқанын келтіреді. Адамдар хайуандар секілді жолдың бойында жыныстық қатынасқа түспейінше қиямет күні басталмайды. Ақиқатында қазіргі уақытта ондай құбылыстарды байқаймыз. Жастардың құшақтасып, сүйісіп, саябақтарда жатқандарын көремсіз. Уақыт өте бұндай істер көбейіп қалыпты жағдайға айналып бара жатқандарын байқаудамыз. Бір христиан дін қызметшісі бұл күнді махаббат күні деп бекіткен еді. Енді бұл күнде мұсылмандарда бір-біріне сыйлықтар сыйлауда. Әке-ана күндерінде де соны көреміз. Бұдан шығатыны, біз бұл күндері ғана оларды құрметтеп, қуаныш сыйлап, басқа күндері оларды ұмытып қоямыз. Ал исламның айтатыны, оларды, яғни ата-ана әр түн, әр сағат олардың алдындағы ақыларында өтендер. Әулие Валентин, махаббат күнінің тарихы. Римдік император Клавдий үлкен әскер құрғысы келді. Ол ойын іске асыру үшін түрлі әрекеттерге барды. 200 жылы әскерге келген жігіттер отбасыларын, сүйіктілерін ойлап соғысқа бармайтына императордың көзі жетті. Сол үшін император жастарға некелесуге тыйым салды. Сол уақытта император Клавдийға қарсы шығып, жастардың қосылуларына көмектесіп, ғашық жандардың жақын досына айналған әулие Валентин өмір сүрді. Бұл жағдайды естіген император Валентинді абақтыға тастайды. Кейін 14 ақпан күні Валентин өлім жазасына кесіледі. Сол уақыттан бастап ғашық жандар Валентиннің құрметіне осы күнді атап өте бастады. Ислам дінінде махаббат күнін атап өту бар ма? Махаббат күні деп аталатын, адамдардың бейқам жыныстық қатынасқа түсетін күн христиандардың мерекесі болып есептеледі. Адамдар бұл қасиетті күнді тойлаймыз деп қауіпті капиталистік жүйесінің қақпасына түсуде. Ғалымдарымыз махаббат күнін тойлап, тарату, миссионерлік әрекетке және капиталистік жүйе әрекетінің отына май құюмен теңдеп ескертуде. Сонымен қатар, ислам ғұламалары бұл күннің зардабынан бұқаралық ақпарат құралдары арқылы сақтандыру шарасын қолдануды талап етуде. Мұсылмандарда тек 2 мейрам бар. Ғылыми зерттеу және пәтуа беру комитеті 3 қараша 1420 жылы махаббат күніне қатысты баға берген. Әр жыл сайын 14 ақпан күні адамдар бір-біріне қызыл раушан сылайды, қызыл киімге киінеді, бір-бірін құттықтайды. Кондитерлік дүкендер қызыл түсті тәтті тағамдар пісіреді, тауарларын сату үшін хабарландырулар береді. Комитет бұл күнге қатысты мынадай пәтуа берді. Исламда тек 2 мейрам бар екеніне Құран мен хадисте ашық дәлелдер келген. Олар Рамазан айы аяқталғандағы және Құрбан айттағы мереке. Бұл 2 мейрамнан басқа пайда болған мерекелер уақыт өте келе пайда болған мерекелер. Мұсылман адамға бұл мерекелерді тойлауға, оларды мойындауға, ол мерекелерге қатысты қуануға, бұл мерекелерді тойлап өтулеріне себепші болуға тыйым салынады. Мұсылмандар үшін христиандардың және пұтқа табынушылардың мерекелерін тойлауға болмайды.